Қоғамға психология, прана және биоэнергетика қажет пе, әлде бұл артық па? Қазіргі таңда прана, аура, чакра, энергия деген сөздер жиі айтылып жатыр. Біреулер үшін бұл өмір сапасын арттыратын құрал болса, ал кейбіреу үшін бұл қажет емес артық дүние. Бүгін осы екі көзқарасты да ашық талқылайтын боламыз. Бүгінгі қонағымыз психолог, сонымен қатар прана және биоэнергетиканы оқыған маман Карима Нұралықызы. Карима ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз тыңдармандарға, қай жердің тумасысыз, немен айналысасыз, жұмысыңыз қандай? Ассалаумағалейкум баршаға, мен есімім Карима Нұралықызы. Мен оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы Сарапхана елді мекенінде туылғанмын. Қазіргі таңда психолог және де пранотерапевт, биоэнергетикамен айналысамын. Жалпы енді психология саласына қалай келдіңіз? Бұл саланы таңдауға не әсер етті? Психологияны мектепті тамамдағаннан кейін осы салама ұнады. Өзіме жаныма жақын болған таңдап, оқып, диплом ала бастадым. Және де осы бойынша жұмыс жасадым. Енді көпшілік адамдарда сұрақ туындауы мүмкін. Психолог маманы бола тұра, неге пранаға, биоэнергетикаға бет бұрдыңыз? Сол бағытқа кеттіңіз? Психология өте жақсы. Мен өзім психологияны жаныма жақын болғанмен, прананыкі ол бөлек. Оның энергиясы, схемасы, техникалар бөлек. Ол да мен өте өзім тапқан, өзім ол жерді көрген кезде, оның жаңағы оқуы, білімін көрген кезде өзіме жақын болды. Және де психологиямен бірге алып жүре бастадым. Сұранысқа ие болды, бірінші өзіме керек болды. Және де басқаларға қазір көрсетіп жүрмін. Мен негізі осы подкасттың алдында көпшілік адамдарға опрос жасап көрген болатынмын. Зерттеп көрдім. Менің түсінгенім, қоғамда мынандай пікір бар екен. Психология болса болды, жеткілікті, прана мен биоэнергетика қажет емес деген. Осыған сіздің көзқарасыңыз қалай? Қажет емес. Негізі қажет, себебі білім ол бекерден бекер шықпайды ғой. Психология ол өзінің ілімі бар. Ал бұл прана, биоэнергетика, мысалға прана, энергия арқылы адамның энергиясын күшейтіп береміз. Ал биоэнергетика өз-өзіңді емдеу, яғни ол медицинада қазір керек болып жатыр, қажет болып жатыр. Оны қазіргі таңда шетелдердің бәрі қолданады, мысалға. Сол үшін ол керек дүние. Мен өзім жасаған екен, оның басқаларға да оның әрине сертификаттары бар, қазір жайдан жай ештеңе шықпайды. Және Алланың қалауымен болып жатқан білім. Жалпы енді қарапайым тілде айтып көрсеңіз, прана дегеніміз не, биоэнергетика дегеніміз не? Адамдарға қандай пайдасы бар? Прана деген ол, прана өзі на деген буыннан бөлінеді. Пра қозғалыс, на тұрақты деген, тұрақты қозғалыстағы энергия. Прана деген ол өте нәзік болады. Ол әлемдегі бүкіл энергияны айтуға болады. Ол прана деген негізі бізде анамыздың ішінде 4 айында жатқан кезде пайда болады. Сол кезде прана бізде ол тірі нәрседен былай түсіндіруге тырысам адамдарға, қарапайым тілмен айтқан кезде. Ол тірі нәрсе, оны ұстау мүмкін емес, ол қозғалыс, ол барлық материалдық әлем бойынша. Мысалға, эмоцияда энергия, адамда энергия, қозғалыстың бәрі ол энергиядан тұрады. Биоэнергетика, мысалға, ол ем жағынан, өз-өзіңді емдейсің. Мысалы, бұрында біздің аналарымыз бала мазасызданса, бас ауырса, көңіл күйі түскен кезде қолын қойып емдеген. Яғни қол қойылған жерде ем болады деген сияқты. Ол өз-өзің ішкі энергияңды өзің емдеп жүресің. Яғни дәрісіз, операциясыз деген сияқты. Оны медицинада тоже пайдаланады. Ал прана деген ол өзіңнің өмірлік энергияң. Сол энергияны күшейтесің, күш қуатын арттырасың, және де сенде әрдайым күш қуат артып жүреді. Жолың болғыш болады, күн сәулесі шашылып тұрады, былайша айтқан кезде. Энергияны басқара білесің. Прананы, жаңағыдай биоэнергетиканы үйренсеңіздер. Енді осы прана, биоэнергетиканың дінге қайшылығы бар ма? Биоэнергетиканы кейбір адамдар мистикалық деп айтып жатады. Осы бойынша не айтасыз? Ешқандай дінге қайшылығы жоқ, потому что жаңада айтып кеттім, ол Алланың несімен, жаңағы рұқсатымен пайда болған білім, оған арнайы сертификаттар беріп жатыр. Мысалға, мен Дубай қаласынан академиясын алып отырмын. Және де прананы біз тек жақсы жағынан қолданамыз. Әрине, оның схемасы бар. Схемасы бойынша жасаймыз, және де ол біз суға, отқа, бір тамаққа жаңағыдай бағыну несінде емес та, ол Алланың рұқсатымен айтылатын нәрсе.
барлығы алланың шексіз энергиясы құйылады ол жерде. Бір от күшейтіп жіберсін, осы от мені зор қылып жібереді немесе энергиям күшейтіп жіберген нәрсе емес, ол тек алланың атымен жасалған нәрсе. Ол неге адамға пайдалы болып тұрса, ол адамға жаңағыдай пайдалы болған екен, оны неге халал демеске мысалға. Ол адамға теріс энергия беру емес. Мысалы ақ энергия, мысалы қара магия деген сияқты болады ғой. Бұл жерде ондай нәрсе жоқ, теріс энергия деген нәрсе жоқ. Вот сондай. Енді медицинада айтып жатырсыз, пранамен байланысы бар деп қалдыңыз. Енді менің естуім бойынша осы терапия арқылы пышақсыз операция жасайды деп айтып жатады. Бұл туралы не айтасыз? Негізі 18-ші жылдары бұл биоэнергетика пайда болған. Тарихы бар, 18 жылдық тарихы бар, түріктерден келген бізге. И және де биоэнергетика негізі 20-шы ғасыр дами бастады. Биоэнергетиканы кезінде мысалға Гиппократ мысалға өте күшті пайдаланған, ол жанасу арқылы яғни емдеген. Қазіргі шетелде мысалға Россия дейсіз, Қытай, тағы да басқа шетелдерде операциядан алдын өздерінің пациенттерін хотя бы бір апта бұрын пациенттерге осы биоэнергетиканы өткізеді. Потому что оның ішкі халі энергетика, мысалға физикалық тұрғыдан емес, дене энергияда, дене бойынша пайда болады екен. Сол кезде олар операция жақсы өту үшін, сәтті өту үшін, және де қауіпті күрделі бір операциялар болады, сол кезде осы биоэнергетиканы өткізеді екен. Сол кезде сәтті операциялар болады екен. Медицинада көбінесе енді шетел жақта өте жақсы дамыған, оны дәлелдеп тастаған. Ал қазіргі таңда енді біз жақта деп айта берейік, Қазақстанда мысалға бар, бір естіген, бір естімеген деген сияқты музыка қою арқылы энергия, күшті жақсы энергиямен операцияны жасап жатыр. Ал басқа шетелдерде ол дамып кеткен мысалға. Басқа уже 17 мыңдай ма сондай өзі жасап атқандар бар. Енді менде бір үлкен сұрақ туындап тұр. Сіз жаңа Аллах тағаланың рұқсатымен дегеніңізді түсініксіз болып қалды. Сол жағын толық ашып кетсеңіз. Рұқсатымен деген қалай болады екен ол? Енді Алладан сұрайсыз ғой бұл жерде. Сіз оттан сұрамайсыз деген сияқты, судан сұрамайсыз деген сияқты ғой. Барлық нәрсе Алланың арқасында. Бұл сондай Алланың жаратқан ілім білімі ғой, сенім. Сенім де өзінің орнымен деген сияқты. Бірақ ол дәлелденген нәрсе да, ол бар нәрсе. Егер ол жоқ болса, ол шықпайтын еді. Ол да Алланың рұқсатымен шыққан нәрсе. Бір басқа нәрсеге біз бағынбаймыз, басқа нәрсені біз сұрамаймыз. Тек Алланың арқасында деген сияқты. Дұға етесіз ғой сол сияқты. Енді көпшілік адамдарда энергиям жоқ, энергиям азайып кетті, энергиям түсіп жатыр деген сияқты көптеген сөздер естіп жатамыз. Енді бұл жай сөз бе, әлде бұл да бір ұғым ба? Әрине жай сөз емес, потому что энергия бір адамды дамытып та жіберуі мүмкін, бір адамды жойып та жіберуі мүмкін. Әр адамның энергиясы әртүрлі мысалға. Өте сондай энергияны жеп тұру мүмкін. Жаңағыдай энергиясы қалай жейді ол жаңағы өзінің үйіндегі проблемасын айту мүмкін, ол рухани дамымаған адам болуы мүмкін, ол жаңағыдай әртүрлі бір факторларын әсер етеді ғой. Ал энергиясы күшті адам, ондай адамдарда мысалы қатты шаршап қалуы мүмкін, немесе үй жағдайында әртүрлі ситуацияға, проблемаға, апатия болады, әртүрлі факторлар әсер етеді, сол кезде энергия түсіп кетеді. Энергия түскен кезде ол белгілер бере бастайды. Сол үшін энергияны көтеру керек әрдайым. Күш қуатты болған кезде адам көп жетістікке жетеді. Энергияны бағындырсаң, әрине өте көп жетістікке жетуге болады. Жалпы енді аура деген ұғымға тоқталсақ, ол қиял ма? Әлде аураны көрем, сезем дейтін адамдар болады. Бұл туралы ойыңыз қандай негізі? Аура негізі, аура біз адам сыртқы қорған қалқаны деп айтуға болады негізі аураны. Яғни жаңағыда айтқандай, тоже 7 қабат болады мысалы аурада. Ол 7 қабат қандай? Эмоционалдық, және де эфирлік деген сияқты. Эмоционалдық әр адамның манипуляциясы болады, энергиясы болады, көңіл күйі әсер етуі мүмкін, ситуация әсер етуі мүмкін. Сол сияқты аураның сыртқы қабатына уже өткен кезде адамда белгі бастайды, ауырат деген сияқты. Жаңағыдай энергиясы тоже түседі, неше түрлі жетістікке жетпеу деген сияқты. Аурадан бірінші көрінеді, адамның аурасы көрінеді. Ол қалай көрінеді? Адамның қалай шамасы жаңағыдай неге жетіп тұрғанын көресіз. Аурасы нормальный жаңағы жақсы адамдар ол көрініп тұрады, өзі сондай күшті болып жүреді, сондай сабырлы болады, өте сондай бір тұлғалы даму жағынан ғой. Енді аура сондай болады негізі. Аура көзге көрінбегенімен, бірақ оны біз сеземіз. Көзбен көрмесек те сеземіз. Аурасы күшті екен, аурасы төмен екен, мына жер ұнамай тұр. Сондай адамдар болады, даже кетіп қалуы мүмкін да ондай жерден. Вот аураны солай айтуға болады.
Енді жалпы прананы сізден естіп біліп жатырмын қазір. Енді қазір қоғамда осы терапия түрі қатты дамып жатыр, дамуда. Чакра деген көп естиміз. Енді жалпы қарапайым түрде түсіндіріп кетсеңіз, чакра дегеніміз не, прана терапиясы бұл жалпы медитация ма или қалай жасалынады бұл? Чакра негізі бізде 7 чакра болады. Ең күшті чакра енді бізде бірінші чакрадан басталады. Барлығы ойлайды чакраның бірінші чакра бас жақта деп ойлайды да. Негізі бұл 7-ші чакра, сахасрара чакрасы деп аталады. Яғни тәс чакрасы. Бұл чакра всегда ашық тұрады екен негізі. Яғни Алламен, жаратушымен байланыс орнату ғой. Бізде намаз оқымаса да, бірақ Алланы көп айтатындар өте көп, потому что ол ашық, ол жабылмайды ол. Бірінші чакра мысалға ой, сана, даналыққа апаратын чакра мысалға. Бұл чакралардың қандай не үшін пайдалы, жаңағыдай чакра дегеніміз не дегендерге жаңағыдай ол дөңгелек құйын, энергия құйын деп аталады. Яғни сізде осындай энергия, яғни ол сіздің энергияңызды тепе-теңдігін ұстап тұрады, таратады, және де ол сізге сондай жақсы нәрселер, шар айналған сияқты энергия құйыны осылайынан сізге таратып тұрады. Аураның бетінде тұрады былайша айтқан кезде. Сосын екінші чакра бізде мысалға былай түсіндірген кезде 6-ші чакра ол аджна чакрасы деп аталады. Яғни бұл интуиция, бір нәрсені сезу, болып жатқан ситуациялар түсіну деген сияқты. Сосын бұл чакраны өзінің бір нелі көрінеді, қалай айтсам екен, жауап беретін нәрселер бар да. Яғни оң жақ, сол жақ жаңа ми бөліктеріне, жақсы дамуына, есте сақтау қабілетіне деген сияқты. Егер жақсы дисбаланс болса, егер дамымаған болса, ол уже көрінеді. Қатты қиялға ілесіп кетеді деген сияқты, тепе-теңдік сақтай алмай қалады, басқа жақта жүреді деген сияқты. Дене осы жерге жүрген бе, басқа жақта жүреді деген сияқты. Сосын бізде 5-ші чакра, былай есептегенде вишудха чакрасы деп аталады. Вишудха чакрасы бұл өзі айтып тұр, жоғарғы және төменгі чакралардың көпірі деп аталады. Яғни бұл сіздің дауыс байланыстары, мысалға одан кейін жаңағыдай зоб аурулары пайда болады, жаңағыдай тұмау арқасында көрсетеді. Тұмау грипп не үшін болады? Ол өзінің ішіндегі внутренний нелер болады, соны түсіндіре алмаса, жеткізе алмаса, немесе жаңағыдай көп деген мысалы ортада сөйлегенмен ол оны адамды жоқ сияқты көрінеді. Сондай адамдарда белгі береді чакра. Чакра сол жерге жауап береді. Оны дамыту үшін сен мысалға үлкен аудиторияда сөйлеу керексің, және де бізде жаңағы караокеда өлең айтады. Мысалы Димаш Құдайберген мысалға даусында чакрасы. Ол өлең айтқан кезде күшті, Қытайда күшті мысалға көтерілді ғой. Сондай чакрасы бар да, әлемдік деңгейге жетті мысалға. Бұл жердегі чакраны жаңағыдай біз просто ішкі біздің халіміз іште біздегі айтқысы келетін жылау, күлу болады ғой, эмоцияның барлығын біз осы чакралық шығарамыз. Егер ол шықпаса жаңағыдай комок болып бір түйін тұрған сияқты болады. Айтқысы келеді, айта алмайды, өзін көрсете алмайды деген сияқты. Тоже бағалау, өзін былай айтқан кезде айту керек. Оған көптеген техникалар бар негізі. Проработка жасау керек. Одан кейін бізде 4-ші чакра, мысалға анахата чакрасы кеуде тұсында орналасқан. Бұл жүрек чакрасы деп айтып тұрғандай, обида, реніштер болса, өкпе болса, бұл жер блокта болады мысалға. Именно осы чакраны ашу үшін, мысалға мойындағы чакраны ашу үшін анахата чакрасымен жұмыс жасау керек. Чакраларды мысалға осы егер энергия бұзылған кезде бізде жаңағы не ұсталмай қалады да, былайша айтқан кезде чакралар дұрыс бағыт бере алмай қалады. Сол үшін аураға өткен кезде осы чакраларда белгі береді. Анахата чакраны жұмыс жақсы жасау үшін мысалға біз мейірімділікке, жақсы көруге, мысалға шығармашылыққа деген сияқты сондай мәселемен айналысуымыз керек. Тұзбен шомылу деген сияқты техникалар өте көп. Біздің қазақтар тұз дегенде түсінеді мысалға. Чакра деген кезде солар түсінікті болады екен. Прана, биоэнергетиканы түсінбейді екен әлі. Бар, түсінетіндер бар. Сосын бізде іш манипура чакрасы болады. Күн плексусы деп аталады, яғни сары түсті болады. Күн плексусы бұл бізде ішкі аймаққа жауап береді. Яғни ас қорыту проблемалары, көк бауыр, бауыр деген сияқты, және де өт
ішкі құрылыс қой. Иә, өтке жауап береді. Мысалы, егер бұлар жақсы дамымаса, уже осы жерден белгі береді. Жақсы даму үшін біз ішкі өзіміздің эгомызды, өз-өзімізді бағалау, өз-өзімізді бағаласақ, сол кезде басқа жақта бізді қабылдайды деген сияқты. Оның бәрі жай сөз емес, оның бәрі реально бізде жаңағы жүрген кезде көбісі сондай нәрсеге кетіп қалады. Чакралар бұзылған кезде уже ой, психологияны бұзады. Психологияның байланысы сол. Мен сол үшін осы маманды алып отырмын қазір. Одан кейін барып бізде манипура чакрасынан кейін уже сватхистана чакрасы болады. Ол уже женская энергия, мужская энергия деген сияқты. Расында ол жердің чакрасы өте күшті жұмыс жасау керек, әсіресе қазіргі біздің қоғамдағы әйелдер, еркектер деген сияқты. Әйелдер ол чакраны дамыту үшін әйелдік нәзік энергиясын дамыту керек. Йогамен, гимнастикамен, шығармашылықпен, мысалға психологиямен айналысу керек. Әсіресе мынау отбасыға, балаға байланысты психологиялар көп жүргізу керек. Сосын бізде тренингтерге көп қатысуымыз керек, әйелдер. Сосын су көп ішу керек, потому что ол сұйық болып көрінеді да. И оның түсі морковный цвет дейді ғой, мысалға. Сарғыш сары деймін. Иә, қызғылт сары деген сияқты. Сондай түс береді. Сондай түсті киімдер киіп жүрсе болады, мысалға. iPhone 17 шықты ғой міне. Женская энергия деген сияқты. Мен көрген кезде, мен цветтерге қатты, сол цветтер андай ғой, чакрадағы цветтер кемпірқосақ сияқты болады да. Кемпірқосақ сияқты тура сондай андай өзі рядымен тұрады. Цветтер сондай бір белгі береді. Сосын ол чакраны дамытқаннан кейін, вот мужской энергияны көтерген кезде біздің тілмен түсінікті айтайын. Ер азаматтар мысалға өз ер азаматтық энергиясы, спортпен шұғылдану керек, белсенділік, батылдық көрсету керек. Одан кейін ол мысалға әйеліне деген жауапкершілікті алу керек, отбасына деген жауапкершілікті алу керек, көрсете білу керек. Әйелдер мысалға ер азаматына сенім білдіру керек. Мен өзім жасаймын емес, ер азаматына сену керек, және де сол әйелдік мәселелермен айналысу керек. Егер олар ондай болмаса, уже женскийде заболевание, миома, киста, эрозия, мысалға қуғасты безі деген сияқты жатырдағы аймақтардың барлығы жаңағы солға қатысты болады. Оның орны сол жерде негізі. Одан кейін бірінші чакра бізде Муладхара чакрасы деп аталады. Сырты қанық қызыл болады. Кемпірқосақ көрсеңіздер қызыл, сары, жасыл болады, дәл сондай цветтер беріледі. Жеті түс қой ол жерде. Жеті түс көрдіңіз бе, қандай күшті, қалай сенбейсің деп. Сосын ол Муладхара чакрасында қызғылт түсті ол жер стихиясы жер деп аталады. Оның жер деген өзі ата деп тұр, сенімділік, беріктілікті білдіреді. Егер ол жерде теңгерім баланс, уже дисбаланс болса, уже ода аурулар пайда болады. Мысалы, простатит, радикулит, және де біздегі аяқ ауруы, шаш түсі, тіс сыну, сүйек жүйесіне жауап береді. Сосын тері аурулары пайда болады. Одан кейін тікшек, тоқшектерге тоже пайда болады аурулар. Солай чакра белгі береді, когда сондай дисбаланс болған кезде. Көп бұны айта берсем, психология байланысы қорқыныштар. Қорқыныш пайда болады, фобиялар болады деген сияқты. Солармен жұмыс жасау керек. Жұмыс жасаған кезде техникалардың арқасында, мысалға, мен өзі прана энергия жасаған кезде соларды қосып беремін, мысалға. Енді негізі мен ойлаймын, әйел адамдарда алтыншысы чакрасы күшті дамыған шығар, интуиция жағынан. Интуиция жақсы. Былай енді сұрақты қойып кеткен болатынмын. Прана жалпы медитация қатысы бар ма? Медитация кеу бір ма, или бөлек па бағыты? Прана ол бөлек, ол әлемдік энергия, ол адамның ішкі энергиясын көтере алады. Өз-өзіңді жаңағыдай энергетиканы қосып, өз-өзіңді емдей бересің, былай айтқанда, ол күнде керек. Медитация ол состояниемен жұмыс жасайсың жаңағыдай. Басында бос кеңестік жасау деген сияқты. Мысалы, лотосты елестетсеңіз, мың лотос ашылып жатыр, күлгін или сарғыш деген сияқты. Сондай да ол былай шыққан кезде. Ал бұл уже алладан келетін жарық энергияны ол күшейтесің. Прана сондай. А медитация жаңа состояние байланысты. Медитация на денег, медитация на путешествие деген сияқты сондай. Бұл уже былай айтқан кезде ол ілім да. Олмен салыстыруға болмайды, екеуі екі бөлек нәрсе. Бірақ именно сахасрара чакрасында медитация көп қолдансын деген жаңағыдай проработкалар бар. Енді осы чакралар өмірімізге вообще қалай әсер етеді? Чакра негізі ашық болады, жауық болады деген сияқты айтасыздар ғой. Енді ашық болуға не істеу керек? Адам өмірінде ашық болса немесе жауып қалса бір өзгеріс бола ма? Егер ашық болса, жаңағыдай ғой, адам энергиясы күшті болады. Ол баланста ұстайды. Ол энергия сізге тек позитив келеді да. Мысалы, жаңа аураны айтқан кезде,
аурада мысалға негативті көре берсеңіз, ол әлсіздене береді. Ал позитивті ұстайтын болсаңыз, әрдайым сізде күш қуат көбейе береді. Чакра не үшін жабылады? Жаңағыдай аураға өтеді ғой, әртүрлі факторлардан. Сол кезде чакрадан белгі береді. Әр жері ауырады мысалға. Сол ауырған жерлермен жұмыс жасау керек. Мысалға гимнастикамен көп жасау керек, жаттығу жасау керек, су көп ішу керек деген сияқты. Әртүрлі өзінің йогамен айналысу керек. Мысалы басқа қатысты, көкірекке қатысты, мысалы аяққа қатысты, белге қатысты, сондай чакраларға қатысты дүниелер жасаған кезде чакра ашық болады. Өз-өзіңді емдеген кезде қосып соның бәрін істейтін болса, адамға ол пайда әкеледі. Чакра жабық болса, жаңағыдай ауырсынуы көбейе береді. Сыртқы факторлар, манипуляторлар, мысалға эмоцияға беріліп кетесіз, энергияны басқарамай қаласыз. Энергия, когда бұзылған кезде, чакралар бұзылған кезде, әрине адам психикасына кетеді. Ол былай келген кезде психология барады да. Именно ой кетеді, ойдың апатия кетеді, жаңағыдай депрессия кетеді, қиялға ілесіп кететіндер болады мысалға. Енді менде андай сұрақ болып тұр. Осы подкасттың алдында мен біраз зерттеп қарадым, іздендім. Енді өйткені өзім толыққанды бұл саланы түсінбегендіктен, енді келіп жатқандықтан, 7 чакра ашылғанда сол адам телепорт бола ма жалпы? Мен сол туралы көп естідім. Енді адамдар ұша алады деген сияқты, басқа адамның ойын қажетінше тыңдай алады деген сияқты әртүрлі варианттар естідім. Енді бұл қаншалықты рас және сенім деп айтып жатырсыз ғой. Енді осы сенім керек пе, қатты беріліп, яғни Аллахқа серік қосып кету деп саналмай ма? Жоқ, біріншісіне жауап берейін. Мысалға жаңағы телепорт болып кетеді деген нәрсе, ол телепорт деген ол өте вибрация өте жоғары болу керек, ол 10 000 вибрация болу керек. Ол кәдімгі атомдық молекулалардың бәрі майдаланып, оны қайтадан деген сияқты, ол ғарышқа барып деген ондай нәрсе. Ол былай түсіндірсем, гитараны мысалға шерткен кезде оның дауысы кеткен кезде не көрінеді, мысалы шертпес көрінеді, сол сияқты да ол деген ол көзге көрінбейді ол. Ол деген мысалға физикалық денеде дене осы жерде тек психология ой арқылы сол жаққа барып келу, ол телепорт болып кету деген былайша айтқан кезде оның көп вибрациясы болу керек. Мысалға 300, біздікі қазір 300, жай адамдардікі 300 вибрация. Осында мүмкін да? Мүмкін болады, бірақ тек сана арқылы болмаса, ондай болу үшін жаңағыдай айтып отырмын ғой, молекула атомдық жағынан ол уже мелкі жаңағы көзге көрмейтін нәрсе да, ол тек қана сана арқылы бармаса, ол немесе андай йогада көбінесе айтылады, салмақ жоқ сияқты болып жүреді, мысалы, өте сондай болады да. Сондай болмаса, атака ондай жоқ. Сосын мысалға мен телепортия қалай жасалам? Басқа планетада, басқа қалада мысалға менен мысалы онлайн терапия алады. Мен телефон арқылы, вибрация арқылы мен энергия жібере аламын. Оның энергиясын көтере аламын. Ол 1000 вибрация. Менің қазіргі нем 1000 болып тұр. Ол да тоже сондай телепортқа жатады деп. Мысалы, сана арқылы жаңағы схема бойынша біз жасай аламыз. Ал кәдімгі мысалы 500-де уже адамда емдік қасиет пайда болады. Уже 800-де уже бізде қабілеттер пайда басталады. Өзінің сатысы бар, ол тек қана санамен арқылы болмаса, ол неге телепорт деген нәрсе уже ол қатты қиялға кетіп қалады да. Қиялға ілеспеу үшін бақылау керек, энергияның деңгейін сақтап қалу керек. Ол қауіпті. Енді ол қатты сенімге беріліп, серік қосып кету мүмкіндік болып тұр ғой. Физикалық денеде, осы жерде, ол жердің, біз өмір сүріп жатқан жерде тартылыс күші бар деген сияқты. Біз ғарышта өмір сүріп жатқан жоқ. Сол сияқты ғой. Енді мен келген қонақтардың барлығына қоятын тұрақты сұрағым бар. Енді сіз менің трансформация ойынын ойнап көрдіңіз, өтіп көрдіңіз. Осы ойын туралы жалпы пікіріңізді айтып кетсеңіз. Ойын туралы бірінші көрген кезде мен ойында картинка арқылы көре бастадым. Өзім запростармен келдім ғой енді. И картинкада мен өзім биоэнергетика, пранотерапия оқып алдым. И сізге запрос қой деген кезде, запрос менде басқа да жандарға оқыту керек па деген сияқты сұрақ болды да. Мен өзім қазір жасап жатырмын. Басқалар оқығысы келеді деген сияқты ғой. Бізде энергия үшін, бізде 3 модуль болады да. 3 модульде біріншісі өзіңе энергия жасау, екіншісі басқа адамдарға жасап бересің, үшіншісіне уже біз академия бітіруіміз керек. Маған сол қызық болды да. И тыл ойында жаңағы маған келіп тұр ғой, айдаладаға қарап тұр да, картинка тұр да. Яғни ол жаққа қарай уже сізге
ерте деп тұр да маған, мен көріп тұрған суретте. И айналада осы мен басқа адамдарға көрсету, практиковать ету деген сияқты маған сондай нәрсе келді. Опыт жинау керек. Өзің жаныңдағы адамдарды өзіңмен айналысып ал, ары қарай үшінші модульға барасың деген сияқты сондай. Одан кейін жаңағы бізде блондинкадан совет, тапсырмаларды орындауға тырыстым барынша 72 сағаттың ішінде. Және солар ұнады. ойында мысалы мен өзім фобияларым, жаңағы қорқыныштарым бәрі мен картинка арқылы келе бастады. Және де оны жасаған кезде адам өзі басқаша өзгеріс болады. Өз-өзіңді қабылдау керек. Біреу өзгертіп жатса, өзгермеуге тырысу керек деген сияқты. Қалай барсың, солай қабылдау керексің. Негізі сондай ғой. Өзің қабылдасаң, уже әлем де сен қабылдайды да. Сол сияқты бұл проработка маған ұнады, потому что бағана да айтып кеттім, әйелдер проработка көп жасау керек, тренингтерге бару керек. Бұл жай ғана картинка арқылы ешқандай дінде мысалы рұқсат та жоқ, тыйым да жоқ. Адамға пайдалы болса, оны неге жасамасқа? Бұл да пайда болып тұр бізге, керек болғаннан кейін. Жалпы енді әр саладағы маған қыз келіншектер келіп жатады. Сіздің пікіріңізше бұл ойын барлық әйелдерге қажет пе? Қажет деп ойлаймын мен өзім. Потому что мен өзім келіп отырмын, көріп жасадым, басқаларға да айтсам бәріне қызық. Инстаграмда да сторисқа салсам бәрі сұрайды, не ойнап жатсың деген сияқты. Қандай карта деп. Просто травма и ресурстың екеуінің өзін көрген кезде адамдардың өзі ойы деп прямо өзгереді ғой, күшті екен, ұнады деп. Свидание қандай еді сізде бар еді? Өзімен кездесу деген бар ғой, ол да мысалы қанша уақыт алады. Ойың жинақталады, өзіңді өзгертуге тырыспайсың, просто саған сондай бір бағыт береді да бұл. Ешқандай несі жоқ, мысалы ұнады, керек. Басқа жерлердің бәрінен байқап жатырмын. Осы мак-карта деппін ғой. ойыны өте жақсы, трансформация ойыны өте жақсы келіп жатыр бәріне. Енді сіз өз запросыңызды аша алдыңыз ба, бұл ойыннан, жалпы ойыннан кейінгі өзгерістер болды ма өміріңізде? Бір өзгеріс болды. Үлкен кіші өзгерістер. Енді маған кіші нәрседен үлкен нәрсе құралады деп па. Негізі ұнады өзіме, потому что мен өзім техникалар жасаған ұнайды. Өзгеріс болды. Тағы да өзім көзім жетті, что өзің қалай барсың, солай бағалау керек. Біреулер жаңа өзгертуге тырысып жатса, сен өз қалпында қалу керексің деген сияқты. Всегда өзіңнің жаңа рухани даму деген сияқты, жақсы жақты қарау неге мысалға да, жақсы энергия алмасты мысалға мен өзім. Жақсы жаңыздан алдым деген сияқты. Бұл ойын маған өте ұнады. Басқа адамдарға да айтып жүремін. Сондай қасиетім бар енді. Қасымдағы адамдарды сұрайды деген сияқты. Адам маған жақсы тартылады, оларға менде мысалға осындай ойым бар, осындай психология, осындай деген сияқты маған ұнайды. Маған өзгеріс болды. Басқа адамдарға да мен осы нәрсені айта аламын мысалға. Маған өте, потому что пайдалы болғым келеді адамдарға. Енді өзіңмен кездесу трансформация ойынға келген адамдарға жалпы ойыннан кейін өзгеріс қандай болады деп ойлайсыз? Не өзгереді деп ойлайсыз? Жақсы өзгеріс болады. Кейбір адамды байқаймын, мен осы ойында сіздің бір ойыңызды бір адам байқадым. Алдын тихий болып жүретін еді. Жақсы рилстар салып, стористарда көрінеді. Алдын ондай жоқ, активный бола бастайды. Өзін қалай бар көрсете бастайды. Сондай болады, белсенді болады. Өмірге деген көзқарасы өзгере ме, или өзін тани бастай ма, сондай рұқсат береді да уже. Мысалы мен өзім осы прана биоэнергетика келген кезде, мысалы мен шығып кеттім да, осында менде қасиет бар болды, оқып алдым. Мен тез көрсете бастадым. Ал кейбіреулер оны мысалға жасырып отырады, көрсетпейді, қорқады. Какой-то бір қорқыныш болады. Бір-бірдеңе дейді деген сияқты. Мысалы маған да айтады, айтпайды емес, бірақ оның бәрі өсу үшін ғой, оның бәрі. Адам өсіреді былайша айтқан кезде. Жалпы енді тыңдармандарға айтар пікіріңіз болса, бағыт таңдауда қай жағынан таңдаған дұрыс деп айтар едіңіз? Бағыт таңдауда жанына жақын болу керек. Энергиясы басқа жаққа қарай кетпеу керек. Мен сияқты бұрында энергияны ан жаққа, мұн жаққа шашудың қажеті жоқ. Жаныңызға жақын ба, сіз сол жерде өзіңізді таптыңыз ба? Негізі адам өзін таппайды, адам өзін жасайды, осылайынан келе. Бірақ өзіне жақын нәрсе болған кезде ол өзін тауып, сол бойынша уже табыс таба бастайды, өзіне ұнау керек. Ешқандай конкурент те жоқ, өзіне ұнаса ол әрдайым жасай береді. Таңдау әрдайым өзіңізде. Қайсысы болса да, главный пайдалы болса. Енді қорытындыласақ, бүгін біз жалпы бір нәрсені анықтадық. Прана биоэнергетика бұл бізде міндет емес, бірақ көпшілік адамдар үшін бұл терең мағына деп айтқым келеді. Келгеніңізге рахмет, сұхбатыңыз үшін рахмет. Қаншама пайдалы ақпараттар алдық деген ойдамын. Алдағы уақытта мүмкін тағы да кездесіп қалармыз.
Әмин, сізге де рахмет. Сау Маған да болыңыз. ұнады бүгін. Жалпы енді прана энергетика туралы ақпаратты айтып кеттік. Сіздерге қызықты болса, ұнаған болса, астына лайк басып, комментарий жазып, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Және менің инстаграм несі? Инстаграмға да тіркеле салыңыздар. Және менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер.